соған келсем марафонға келіп жатқан кісілер маған отношения между родителями, отношения между мужьями, отношения в семье. То есть көбінесе мына марафонға келіп жатқан кісілердің запростары осы үйдегі жағдайды қалай қыламын, мен әке шешемді қабылдай алмай жатырмын, мен күйеуімді қабылдай алмай жатырмын, бұл деген не, бұны қалай өзгертуге болады деген үлкен мәселелер қозғалып жатыр. Вот жақында жап жас бір қыз келді, әлі күйеуге шықпаған, өте бәрі нәрсесі жақсы, а бірақ оның глубокий развод кезінде ол детский травмасы бар. Себебі әке шешесімен қарым қатынасы дұрыс емес, әке шешесіне деген өкпесі көп. И семьясында әке шешесі между собой жақсы тұрмаған, соны бала детский травма алып қалып, соны мынау күйеуге шығу деген дұрыс емес. Мен күйеуге шықсам, менің де күйеуім осындай болады. Онда қажет не деген сияқты сондай программа кетіп қалған. И біз сол отношенияны прорабатывать еткенде оған күшті түсінік келді. Ол енді әкесінде, шешесінде қалай бар солай қабылдауға, өзі соны сөйлесе отырып, разбор істеп, өзінің әке шешесін қалай бар солай қабылдауға келген кезінде ода өмірінде түсінік келді, и содан өзі жеңілдік сезініп бастады.